Қазір мына центр внимания болып жатқан Бишимбаев мырза негізі көп қазақ қызының қиялындағы жігіт қой, принц на белом конесе. Білімді, шетелде оқыған, өте грамотный, ақшалы, табысты, үлкен қызметтерде болған, аристократ демесек те өте дәулетті, салмақты бір отбасынан шыққан. Еще сырттай қараған кезде түр әлпетте келіскен жігіт. Яғни қазіргі талапшыл қыздардың талабына сай келеді. Бірақ оның бір мінезі бар екен, оны тек қана өзінің жақындарына ғана көрсететін. Соның арқасында ол өзінің әп-әдемі әйелін өз қолымен марқұм қылды. Демек, қыздар, сендер талап етіп, армандап жүрген материалдық дүние, керемет жермен құда болдық, бір супер жігітке тұрмысқа шықтық деген атақтың артында сені қандай адам күтіп тұрған ешкім білмейді, сен де білмейсің. Солай марқұм Салтанат та білген жоқ, оның жақындары да білген жоқ. Сол үшін адамды таңдап, қатты есепке салып, өзім білем, өзімшілденіп кетіп, немесе бір соқыр сезімге кіріп кетпей, бірінші Аллаға тапсырып, Алладан сұрап үйрену керек екен, осы үйлену мәселесінде. Сосын қыздар талап қойып жүріп, шілей талапшыл болып кетіп, адамгершілікті ұмытып кетпеңдер. Жігіттер тура солай қыздардың көз жасына қалып, обалына қалып жүрмеңдер.